үйінде 1 жыл тұру керек екен ғой. Мінезін білу үшін 1 жыл тұрып бауыр басып кеттім екен. Содан кейін барып бұл көл бәріне қоңыраттан қыз алып берген дағын. Солардың бәрі де ан жақтан бұл жаққа тарап кеткен елін тайпаларын жинап, жошыды болса жошы, үгедей болса үгедей, шағатай болса шағатай, солардың бәріне бас көз болып жүрген бөрте ғой енді. Содан кейін де ел бірлігіне, ел саясатына осылай араласқан, және Шыңғыс ханның екеуі де ислам дініне немқұрайды қарамаған, бірақ екеуі де дінді ұстамаған адамдар. Бірақ балаларына айтқан екеуің ислам дінін ұстаңдар, осы елдің тілін біліңдер. Ислам дінін ұстамасыңдар, осы елдің тілін білмесіңдер, басқара алмайсыңдар. Бұлар да үлкен гуманистік саясат қой. Сонымен сол бір некемен өмір белеңдерінен өтіп келе жатырсыз. Иә. Бір ғана неке. Бір ғана неке, иә. Кейде айтам ғой, ой, бағыс төлен үшеуміз өмірді көрген білген осы бір ақ әйел, жұрттар Мұхтар Шахановтар 3-ші курсқа кетіп жатыр деп. Жаман Дүкенбайға шейін 3-ші курсқа келіп, 4-шіге дайындалып жүр маған. Өзі неке бір бұзылса, адам тоқтамай қояды екен дейді. Арай кете береді екен дейді. Үйленіп кетеді екен дейді. Қараса некесі бір бұзылған адамдар 3-тен кем үйленбеген. Баяғы адамның оқышына тілейін деп 5-ші рет әйел алып, Асқар Сүлейменовтің үйінде отырмыз ғой. Мәмбет Бестібаев қайнаған. Дариға жеңгеміз бе? Иә. Асқар Сүлейменовтің үйінде отырмыз. Сол кезде Нұрекеңді ішіп алып Асқарды ешкім боқтай алмайды. Қожа ғой, қожаны ешкім боқтамайды. Сен оңбаған. Мен мына Дариға үйленген кезінде сен құттықтамадың деп атса, Асқар сөзден жаңалама, сабырлығын сақтап, сіздің үйдегі жеңгейді санай көзімізге шорып бітті ғой дейді. Келесінде құттықтаймын дегені ғой. Сол біраз ішіп алғаннан кейін айтады да, Құдай мен вообще қатынын жазбаған екен деп енді Дариғаға тиісе бастады ғой. Мен Құдай қатынын жазбаған екен, олай да болай деп. Сонда айтады да Асқар, енді Құдай енді сізге қалай көмектесін, 7 рет қатын алып берді. Енді ал дейсіз Құдайға өкпеміз бір жүрміз ғой, бірақ қатынмен ештеңе деп Құдайдың құлағын шуылдатып жатқан жоқпыз. Сол сияқты бір тоқтамаған адам тоқтамай 7-ге кетіп қалады екен деп сөз шығарып едік баяғыда. Рахмет, Дука. Жазушы халыққа, оқырманға шығармасымен де қызмет етеді. Оның үстіне өзінің отбасымен де үлгі болуға тиіс қой. Әрине, қазіргі таңда әр нәрсеге этиканың көзімен қарай бермейтін болдық қой. Әйтпесе солай ғой енді. Адам болып қалу керек. Әрқашанда адам болып қалу керек. Адамдықтан айнығаннан кейін дүниенің өзі бұзылады ғой. Дүние сол бұзылып келе жатыр ма деп қорқамын. Гармониялық. Баяғы Неронның заманы Рим империясын өздері құртты ғой, жау құртқан жоқ. Сол сияқты іштен өзіміз азғындап, адам азғындап, сөйтіп өзін құртама. Ақыр заманда Құдайдан, жаратушыдан бұрын осы адамдардың өздерін отама деп біздің қорқамыз. Анау Қанішер патша болған ғой, сіз айтып отқан ері. Иә, Қанішер бәрін құртты ғой. Ақыр заманда міне, енді ақыр заманды жақындатып өмейне мына адронный взрыв жасайын деп жатыр да. Взрыв. Енді ол оның ұзындығы 125 метр ме, ішіндегі суықтың температурасы 200 мың градус суық. Сол енді взрыв болатын болса, себебі жердің ең алғаш жаралған кезіндегі состояниені көру үшін ғалымдар. Планета, бүкіл галактика қалай пайда, вселенная. Соны қайталайды екен әлгі. Сол сәтті. Соны ғалымдар соны зафиксировать ету үшін. Ал енді ол өте опасын екен. Опасын. Мына черный дыра деген бар емес пе? Адамды космосқа жұтып қояды. Жер шарымен космосқа салады. Соны дыраны үлкейтуі мүмкін дейді. Бірақ адамзат соған бара жатыр қазір. Мына жазып қойған блокнотымда ақыр заманда жаратушымыз өзіміз жасағалы жатыр екенбіз ғой. Әлгі
Соған енді бұлар Нобель сыйлығы аламыз деп соған әлек болып жатыр. Лев Толстойдың адамзат баласы өзгерін өзі қазат дейтін өзі ұстап қояды. Шыңғыс ханның да сол мәселесі сол еді ғой баяғыда. Иә. Кеше студенттеріміз Шыңғыс хан туралы айта келіп, Шыңғыс ханның негізгі әлемдік мына западқа қарай бір шабуылға шыққан жер әлемнің шамасы келсе жер әлемді жаулап аламын деген себебі не? Дегенде студенттер қайдан білсін балалар. Оның бас себебі әлемнің билеушісі болудан гөрі жалпы адамзатты құртатын ғылым. Әсіресе химия ғылымы. Кеше Нобель сыйлығының лауреаттарына шықты химия мен физикаға беріп жатқан. Қазір физиктерін де шатақ шығарып жатыр қазір анау Эйнштейн теориясына қайтадан өзгеріс енгіземіз деп. Өйткені Эйнштейн теориясы бойынша затты нәрселер светтің жарығынан озалмайды деген бар ғой. Бұған енді солар өзгеріс шығатын болды, өзгеріс енгіземіз деп олар құртып жатыр. Міне осындай жаңа неде шығып кетіп еді. Сонда мына ғылым білімі Шыңғыс ханның қателігі сол ғылымды құртамын, қаланы құртамын, қала жер бетін адамзаттың түбіне жететін осы қала, осы цивилизация, урбанизация, цивилизация емес, урбанизация, ғылым осылардың бәрін құртамдаған адам баласы еркін далада өмір сүру керек. Табиғаттың перзенті ретінде. Ол ауанында былғамайды, бәрінде ластамайды деп, содан кейін жер бетінде қаланы құртамын деп шыққан адам ғой. Қателігі осы деймін да міне. Оны құрта алмайтын білген жоқ қой. Қараса еще қамалдар бар, 12 күнде киіп тасыды. Рахмет, Дука. Осы енді ал. Ой, бұл. Әдібек Мейірбек туралы бір ауыз сөз айтыңызшы. Оны басқа мәселеге ғой бұл енді. 4 болды, 5-те той. Мынау совсем ашамай болып баратын болмады. Болды ма? Әлібек екеуміз, Әлібек Мейірбеков екеуміз бір оқыдық. Ол мектеп скамейкасынан келіп түсті. Біз 2 жыл жұмыс істеп келдік. Оны біз жас сынатындығымыз, осы Марат Отаралиев, Левен, Сәдуақасов, тағы көптеген жігіттер бірге жүрдік, бірге тұрдық. Ол еш жатақханада жатып көрген жоқ. Олғай жеке пәтерде тұрды. Өзінің ауылынан әке шешесі сәл денсаулығы нашарлауы болды сол кезде. Тамақ көп келетін, жақсы киініп, жақсы жүретін, ылғи да ақшасы болатын. Біз қалтамызға бүгін ақша түссе, ертең жойып жібереміз дағын. Әлібек бір күн больница ауруханада жатқанда артынан барамыз. Мені Әлібекпен жақсы таныстырған Марат болатын Отаралиев. Сөйтіп, соның больницада жатқан жерін ол кезде чек деген болушы еді, соны қол қойдыртып алып келеміз дағын. Өзі бір суммаға қол қойып береді, 5 сом, 6 сом ба, соны алып, өзіне қайтадан барамыз. Аңқылдаған керемет білімді жігіт екенін, бала екенін сол кезде білдік. Өте көп кітап оқитын, тіпті керек емес кітаптарды оқып жататын, көріп азаланатынымыз. Мынаның бәрін не оқып жатсың сен? Керегі жоқ қой, ертең зачет тапсырмайсың ғой деп. Соның өзінің өте талғамы да күшті болатын. Әсіресе бұны университетті бітіріп, содан кейін араласқаннан кейін барып мен оны толық таныдым деп айта аламын. Осыдан кейін Жетісайда болды. Жетісайға барған сайын алдымыздан шығып күтіп алатын. Сол кезде өзінің мына одақтық көлемдегі әдебиетті керемет сөз қылатын. Ол мынандай болып отыр. Біздің қазақ жазушыларының бәрін осы 5 саусағындай жақсы білетін, бәрін талдайтын, бәріне пікірі болатын. Осыдан кейін өзіміз содан жақсы араласып кеттік. Талай көптеген жиындарда бірге болды. Ол кезде Алматыға жиі келіп тұратын, бізде елге жиі барып тұратындығымыз, сонда бас қосамыз, бір күн, 2 күн бірге жүреміз. Соның бәрінде ол өзінің тазалығыменен, пікірінің өткірлігіменен, нақты айтатындығыменен, бетке айтатындығыменен, сөйтіп үлкен құрметке сөйтіп ие болып жүретін адам. Бір күн осы бір спектакль көріп қалдық Шымкентте. Ұмытпасам осы Мұхтар Шахановтың миғұла терісінің аты үстіндегі сот біт. Сондай бір қайдағы бір қиыннан қиыстырып бір ат қоятын бар ғой біздің Мұхтардың. Миғұла терісінің үстіндегі сот па бір бәле.
соны Шымкентте қойып екеуміз қатар отырып көріп ол қатты ызаланды енді. Мынандай нәрсе, бұл не деген сұмдық, мынандай пьеса неғып қойғасыңдар, анау деп. Соны күйіп пісетін бейтім нең бар күйіп пісетін. Сол кезде Жетісай театрының директоры болады. Иә. Сен күйіп піссең апарып Жетісай театрына қой. Жоқ, мен жолатпаймын. Сен жақсылап қой. Иә. Тіпті Гогольдің ревизорында 12 жылдан кейін барып ревизор қойған Чеховтың шағаласының өзі де 60 жыл құлап қалып, сен драматург емессің деп Чеховқа, сіз енді драматургімен айналыспаңыз деп 96 жылы. Кейін 60 жылы ғана қойылып, 10 жылдан кейін классика болып шықты. Сол сияқты сен де мұны классика жаса деп күлеміз ғой. Таңға шейін бір күні Жетісайға бара қалып, ұйықтайық десе ұйқы бермейді ғой. Осы қанша жыл бірге жүрміз, бір күн ұйықтамай-ақ қояйықшы. Осы сендермен әңгімелесіп қалайықшы осы мейлі. Ол кезде бәріміз ұрттайтын кезіміз ғой баяғы. Ұрттайтын кезіміз, іш жеріміз ауырмайтын кез, аллергия жоқ болатын, бауыр, бүйректің бәрі дұрыс болатын. Ішуге барлық жағдай жасап қойғанда ішкі организмдер. Ішпесе солардан ұят болатын сияқты. Ұят болатын сияқты. Содан біраз нормадан асырып тастаймыз ғой. Ойбай болмайды. Жоқ, ассақ асамыз. Бізді Құдай кешіретін шығар. Өзі әйелі де керемет жақсы адам болды. Құрақ ұшып күтеді тегі. Қайтыс болғанда да бардым, бірақ дәл кезінде бара алмай қалып, кейіннен бардым. Содан кейін тіпті әдебиет жайлы әңгімелесу онымен өте бір жақсы еді. Содан кейін әр жазушы жайлы орыс тілінде жақсы жетіп келетін ол. Содан кейін Алпамыс батырға ескерткіш қоямын деп жоспарын айтып, мен мына жерге қоямын деп әні қоямын, міні қоямын. Өйткені Шымкенттен бұрын Жетісайда қою керек. Өйткені Жетісай Жиделібайсының орталығы астанасы, осы жерде болу керек оның ескерткіші деп. Соған кейбір басшылар әні деп оған да күйіп пісетін. Егер Алпамыс батырдың басқа рудан болатын болса, оған әлдеқайда бүкіл Қазақстан бойынша ескерткіш қойған болар. Астана, Алматы, Шымкент әттең солай болып тұр ғой деп те күйіп пісетін байқұс. Бірақ енді Алпамыс бүкіл түркі халқына ортақ қой, тек қана қазақ немесе бір ұруға емес. Сондай Әлібек енді бала шағасы қалды. Одан кейін де бардым. Жетісайға барғанда бір не